Редакцияға келген бірінші хат юлдарын тыңлау үшін Рафина Зиннатуллағыды Нафикованы сақырабыд. Ол өзінің хекен яшлік көркем ғұмыр байрамын қаршы алған. Әсейбіді 1941 елдің 24 сентябрінде Борай районының Таңғатар ауылында 9 балалы ишлі ғайлелі дүнияға келе. Атайбыд менен бізге үс балаға ғұмыр бөлек етіп, лайықлы тәрбие, білім беріп, олы тұрмыш юлына сығардылар. Ғұмыр бойына тейірлік өфі оргсинтез заводында эшләне. Бізді аяққа баттыру өсен тырышты олар. Қадірләсәйбід хеңе ең изге, ең яқты тіректері бізді еткірәбід. Шатлықлы, қуаныслы күндер, ұдын ғұмыр, көңіл тыныслығы, ақ бәхіттер балаларыңдың изгілігін көріп, абары бізді қуандырып, әр вақыт қояштай балқып, туған йұрттың ұтын хүндірмей, ұдын ұзақ елдар ешеуіңді тілейбід. Әсей, біздің мәңгі ғүммәт ғұмыр қояшыбыд. Абары үсінде хеңе зур-зур рәхмәт әйтәбід. Хенің хау сәлемәт бізге олы түрек кәңгәшсі болып ешеуің олы бәхіт ул. Біздің үсін күпме тырыштың хен, уйландың хен ғұмыр үсінде, ұнытмай бідәсей бір ғасанды рәхмәт хеңе барғы үсінде. Сәлемәт болы келі елмайып яшә бәхіт құнғын көңілің түріне, бары бідға қанат тірек болып, талмай атла ғұмыр үріне. Барлық яқындарығыз, балаларығыз есімнен ең изге елі матур құтлау хүддерін хізге қыдығыз индері Хисматуллины юллай. Ол хіздің үсін матур ер ғойызлау тінген рәхім етіп тыңлағыд.